ерте заманда ешкі өзінің 7 лағымен орманды мекен етеді. Ешкі орманнан азығын тауып, жинап әкеледі екен. Ешкі орманға кетерде лақтарын шақырып былай дейді: Лақтарым, шырақтарым, шұнақтарым, есікті ешкімге ашпаңдар, мен сендерге сүт әкелемін дегенде ғана есікті ашасыңдар. Жарайды ма? Жарайды. Лақтар ойнап секіріп қала береді. Ешкінің үйінде жоғын білген қасқыр есікті қағап былай дейді: Лақтарым, шырақтарым, шұнақтарым, анаң орманнан келді, есікті ашыңдар. Қап, лақтардың анасы емес екенімді біліп қойды ғой. Лақтар қасқырға есікті ашпай қояды. Бір кезде орманнан ешкі оралады. Лақтарым, шырақтарым, есікті ашыңдар. Ой, жандарым, келіңдер, лақтарым, менің лақтарым. Жарайсыңдар, мен келгенде үйге біреу келді ме? Қасқыр келді. Ашпадыңдар ғой, я? Жарайсыңдар, менің лақтарым. Енді сендерге мен қазір шөп әкелемін. Я, лағым менің. Шөп әкелемін. Мен жаңағындай әндететін боламын. Сол кезде есікті ашасыңдар. Жарайды? Ешкі кеткенде қасқыр қайта келеді. Даусын жіңішкелетіп әндетеді. Лақтар келген анамыз екен деп есікті ашып жібереді. Лақтарым, шырақтарым, мен сендерге сүт, шөп әкелдім, есікті ашыңдар. Қасқыр лақтарды ұстап алып кетеді. Ал бір лақты алып үлгереді. Ешкі үйіне келсе, есігі ашық, лақтарын іздей бастайды. Лақтарым, шырақтарым, қайдасыңдар? Ешкі тығылып қалған лағын тауып алады. Лақ болған жағдайдың бәрін анасына баяндап береді. Қасқыр келді. Есікті ашпадық біз. Жүре ғой ендіше, орман ішін аралап, қасқырды іздейік. Ешкі мен лақ орман ішінде келе жатқанда алдарынан қасқыр шығады. Қасқыр! Сен менің лақтарымды көрдің бе? Ешкі, секір! Жоқ, бірінші сен секір. Екеуі келе жатқанда алдарынан үлкен ор шығады.
қасқыр секірем деп шұңқырға құлап кетеді. Ешкі болса орда айналып өтіп өзінің лақтарын тауып алады. Осымен біздің ертегіміз аяқталды.